Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге Taobao приложениясына обзор көрсетіп өткім келеді. Бұл біздің мына жерде главный страницамыз. Сіздерге ең маңызды деген значоктарды көрсетейін. Бұл жерде мінекей бұл бізге керек жоқ. Бұл жерде негізі Қытайға арналған значоктар. Бізге керегі мінекей мына значок. Бұл категориялар үстінен басамыз. Мінекей бізде осындай категориялар шығады. Әр категорияға басса үстінен мінекей бұл жерде сумкалар, келесіне өтетін болсақ, бұл жерде мінекей аксессуары. Әрі қарай өтетін болсақ, бұл жерде мінекей детский киімдер, ойыншықтар. Әр категорияға кіріп, өзіңіздің іздеген заттарыңызды табуға болады осы жерден. Енді әрі қарай өтетін болсақ, астында тоже мынау Қытайдың өзінің қытайларға арналған бұл жерде мінекей скидкалар. Астына қарай өтетін болсақ, бұл бізде умная лента. Бұл жерде көбінесе сіз постоянно не іздейсіз. Алдыңғы сабақта айтқандай, үстіндегі мына жерде поисковик, мына жерде сканер өткізуге болады, мына жерде сөзбен іздеу, мына жерде фотомен іздеу. Осы жерден қай затқа көп поиск жасайсыз, сол затты сізге Taobao осы жерде ұсынып шығарып отырады. Осы жерден қарап та керек затыңызды тауып алуға болады. Әрі қарай өтетін болсақ, бұл жерде бізде прямой эфир, трансляциялар өтіп жатады. Осы жерде мінекей қарап, егер мына куртка ұнаса, мына жерге магазинге кіріп қарай аласыз. Мына жерде TikTok-тағыдай лайк, поделиться, сообщение, звездочка ұнаса, избранный қоюға болады. Әрі қарай өтетін болсақ, бұл бізде мына сообщение. Осы жерде продавецтермен жазып, қалаған заттарыңызды, сұрақтарыңызды қойып, жазып сұрасаңыздар болады. Астына қарай өтетін болсақ, бұл бізде корзина. Осы жерге қалаған заттарыңызды корзинаға өткізіп, одан кейін оплата жасайсыздар. Астына өтетін болсақ, бұл біздің личный кабинет. Бұл жерде ең басты, ең маңызды бізге керекті значоктар тұрады. Үстіне қарасақ, бұл біздің мінекей аккаунтымыз. Және де мына жерде настройка. Бұл жерде біздің мінекей жаңа айтып өтілгендей біздің аккаунтымыз. Одан кейін біздің адрес доставки біріншісі. Және де мына жерде біздің профиліміз. Астына қарай өтетін болсақ, бұл учетный запись. Одан кейін уведомление о сообщении, мына жерде мінекей. Астына қарай өтетін болсақ, помощь, обратная связь. Мына жерде бізде Taobao жөнінде мағлұматтар. Одан кейін мынау біріншісі сменить пароль. Және де мына жерден выход, аккаунттан шығып кету. Әрі қарай өтетін болсақ, бұл бізде избранный товарлар. Мына жерде сіз қай магазинге қай магазинге подписка жасадыңыз, сол магазин тұрады бұл жерде. Мысалы, мен жаңа мына куртканы қарадым, одан кейін алдында мынау киімдерді қарағанмын. Бұл жерде жақсысы, то что сіз мысалы бір затты іздедіңіз, бірақ та ұмытып қалдыңыз қай жерде екен. Мына жерде күндермен қойып, мысалы, білесіз, примерно 30-ында қарадым мен. Тез сол 30-на барып, осы затты қарай аласыз. Одан кейін мына жерде купондар. Енді астында бұл бізде оплатаға өтілген, бірақ та оплата жасалмаған товарлар. Мысалы, мен мына жерде мінекей 2 зат тұр. Бұл жерде мен оплатаға өттім, бірақ та оплатасын жасамадым. Сол заттар осы жерде тұрады. Мына жерде оплата жасалған, және де доставкаға дайындалып жатқан товарлар. Бұл жерде уже доставкаға апара жатқан товарлар. Мына жерде мінекей уже сіздің отзывыңызды күтіп тұрған товарлар. Бұл жерде возврат. Астындағы сумканы көріп тұрсаңыз, бұл жерде уақыты тұр. Осы уақыттың ішіне мен оплата жасауым керек. Егер жасалмасам, автоматически бұл затымыз осы жерден кетіп қалады. Мінекей біздің ең маңызды значоктарымыз осы. Астына қарай өтетін болсақ, бұл жерде уже тоже товарлар тұрады. Бұл жерден де қарап алсаңыздар болады.